Сәлем достар, қалайсыздар? Құрметті ата-аналар, бүгінгі біздің талдайтын тақырыбымыз бұл нәрестелерде сарғыштану. Неге біздің нәрестелерімізде сарғыштану пайда болады? Мен бұны схема түрінде түсіндірейін сіздерге, бір жағынан медициналық студенттерге түсінікті болу мақсатында. Сарғыштану, біз неге балаларымыз сарғыштанады? Сарғыштану дегеніміз, яғни бұл қанның құрамындағы билирубиннің жоғары болуына байланысты, яғни айтқанда 80 микромоль литрден жоғары болуына байланысты нәрестелердің терісінің сарғаюы. Жаңа туылған нәрестелерде терісі жұқа болғаннан кейін бұл бізде анық түрде көрінеді. Және егер нәресте недоношенный болса, яғни шала туылған болса, бұл тері асты қабатының өте жұқа болуына байланысты, бұл тіпті 80 микромольден төмен болса да бірден байқалуы мүмкін. Енді біз айттық, сарғаю, яғни қанның құрамында билирубин жоғарылауы. Билирубин қайдан пайда болады? Біздің қанымызда эритроцит деген клетка бар. Бәріміз білеміз, оның құрамында гемоглобин болады. Яғни бұл біздің жасушаларымызға оттегін тасымалдайды, және оның құрамында феррум болады. Феррум эквиваленті, яғни темір болады. Әдетте эритроциттер 120 күннің ішінде ыдырауға ұшырайды. Яғни 120 күнде олар өледі деп айтса да болады. Сол кезде осы гемоглобиннен бізде билирубин түзіледі. Ол билирубин бізде свободный, яғни еркін түрде болады. Бұл еркін түрдегі билирубин токсикалық әсер етеді, токсичный болады, улы. Миға улы әсер болады. Осы еркін билирубин өзіне белокты қосады да, бауырға барып, бұлар байланысқан билирубинге айналады. Бұл байланысқан билирубин организмге уже ондай улы әсер көрсетпейді. Билирубин сол байланысқаннан кейін олар урабилин, яғни зәрге түс береді, және де стергобилин нәжіске сарғыштық түс беретін болып, екі түрлі түрге айналып біздің организмімізден шығады. Бұл былай айтқанда билирубиннің организмде пайда болуынан бастап организмнен шыққанға дейінгі жүріп өтетін жолы. Енді қараңыз, нәрестелерде сарғыштану бұл екі түрлі болады, физиологиялық және де патологиялық. Физиологиялық сарғыштану бұл алғашқы 36 тәуліктен кейін пайда бола бастайды. Ал патологиялық сарғыштану бұл алғашқы 24 сағатта бірден байқалуы мүмкін. Және патологиялық сарғыштану кезінде біздің нәжістің түсі нәрестелерде түссіз болады, ал зәрдің түсінің темный түске, яғни қараюына байқауымызға болады. Бұл патологиялық сарғыштану, яғни бұл кезде уже қорқынышты жағдай. Бұл кезде дәрігерлердің көмегіне жүгіну керек. Ал физиологиялық жағдай бұл өте қорқынышты емес. 36 тәулікте пайда болады, содан бір айға дейін жалғасуы мүмкін. Неге нәрестелерде физиологиялық сарғаю болады? Өйткені нәрестенің қанның құрамында эритроцит жоғары болады. Өйткені нәресте іште жатқан кезде анасының қаны арқылы, анасының қанымен өмір сүргендіктен, анасының қанындағы эритроциттер нәрестеге барып, сол жерде эритроциттер өте жоғары болады нәрестеде. Қашан анасының қанның құрамындағы эритроциттер ыдырап, бітіп, организмнен шығады, сол кезде сарғыштану кетеді. Организмге анасының қанындағы яғни нәресте дүниеге келді, одағы эритроциттер, анасының эритроциттері бар, эритроциттер өте жоғары, нәрестенің организміне ол эритроциттер керек емес. Анасының эритроциті керек емес. Сол үшін олар бірден ыдырауға ұшырайды да, яғни организм үшін бұл өте соққыда бірден ыдырауға ұшырап, қанның құрамындағы билирубин жоғарылап кетеді. Сөйтеді нәрестелерде сарғыштану пайда болады. Ең соңында олар нәжіске және зәрге түс береді дедік, организмнен шыққан кезде. Яғни біздің нәрестелердің нәжісін білесіздер, сап-сары, жуған кезде краска сияқты болады. Яғни сол арқылы бұл организмнен шығады билирубин. Нәрестелерде билирубин жоғары болғандықтан біздің нәжістің түсі де сап-сары болады. Енді бұл қалай кетеді? Біз билирубинді қалай төмендетеміз? Миға ол әсер етеді дедік, біз токсикалық. Миға оған қатты көңіл аударудың қажет жоқ. Миға кез келген жаңа туған нәрестелерде кез келген нәрсе ол миға риск болады, әсер болады токсикалық. Оған қатты көңіл бөлудің қажет жоқ. Енді бізге әдетте педиатрлар айтады, өтайдағыш дәрі береді, күннің астына жатқызады, фотолампаға жатқызады, оның ешқайсы балаға көмектеспейді. Тек қана жалғыз жолы, яғни бұл дұрыс тамақтану, дұрыс емізу баланы. Бала қалай дұрыс емеді, көп емеді, солай организмнен билирубиннің шығуы тез болады.
Бала көп емген сайын, тойған сайын әдетте енді түсінікті, ол үлкен дәретке де жиі барады, көп тойған сайын. Сол арқылы біз нәжіс арқылы билирубинді организмнен азайтамыз. Бізде білесіздер, Крамер деген шкала бар. Интернеттен қарап көрсеңіздер болады, қазір мен суретін салам, сол жерден де көріңіздер. Ол жерде сарғыштану дәрежесі көрсетілген, яғни орналасқан аймағына байланысты сарғыштанудың дәрежесі. Біз мысалы мойында, бетте, денеде, аяқтарда, ең соңында мына нелерде, ең соңғы дәрежесі, 5-ші дәрежесі алақан және де қолда пайда болуы. Осы арқылы біз билирубин мөлшері қанша екенін Крамер шкаласы арқылы орналасқан аймағына қарап білетін боламыз. Түсінікті болды деген үміттемін. Құрметті студенттер, тура осылай патфизде және де педиатрияда айтып берсеңіздер, сіздерге 90-нан жоғары қоятыны сөзсіз. Енді құрметті ата-аналар, сіздерге қысқадан нұсқа түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни нәрестелерде не себепті сарғаяды, не себепті нәжісі сары түс болады, қалай түсіреміз деген сұрақтың жауабы. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Комментарий қалдырып тіркеліп кетіңіздер.